Сәлем достар, бүгін сіздермен Супер Кеңес каналы. Бүгінгі видеода сіздермен ұмытып қалған парольдарымызды қалай оңай білуге болады. Егер сіздерде қосымшаларыңыздың парольдерін ұмытып қалған болсаңыздар, бұл жол өте сіздерге пайдалы болмақ. Сол себепті осы видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, және де каналмен дос болуды, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер, мен сіздерге міндетті түрде ответ жазатын боламын. Және де бүгінгі видеомызды бастайық. Ең алдымен біз парольдарды қалай білеміз? Мысалы, Instagram кез келген қосымша болсын, соның парольдарын біз ұмытып қалып жатамыз. Егер сіздер оны сохранить еткен болсаңыздар, әрине, ол сіздерде тұрады. Бұл негізінен Android телефондарға арналған. Android телефондарда бізде настройка бөліміне кіреміз. Настройка бөліміне кіргеннен кейін біз бұл жерде Google дегенге кіреміз. Google дегенге кіргеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай управление аккаунтам Google дегенді басамыз. Және де одан кейін бізде дәл осылай загрузка болады. Одан кейін мына жерде главная деп осылай шығуы керек сіздерде де. Главная деп шыққаннан кейін мына жерге безопасность бөліміне өтеміз. Безопасность бөліміне өткеннен кейін енді осылай шығады, және де одан кейін біз асты жағына түсетін боламыз. Асты жағына түскеннен кейін бізде мына жерде менеджер паролей деген тұрады. Осыған кіреміз, және де көріп тұрғандарыңыздай мына жерде менің барлық аккаунттарымның парольдері сақталған. Егер сіздер басында кірген кезде, пароль қойған кезде сохранить деген батырманы басатын болсаңыздар, барлығы осы жерге түсіп отыратын болады. Егер сіз ұмытып қалған болсаңыз, осы жерде тұрады. Мысалы, мен Instagramның паролін ұмытып қалған жағдайда, мен осылай өзімнің Instagram парақшама дәл осылай менің осындай аккаунттарымның парольдері сақталған парольді осы жерде тұрады. Және де басқа қосымшаларымның да парольдерін осы жерден көре аламын. Егер сіздерде дәл осындай Android телефондары болса, сіздерде де сақталған болса, сохранить еткен болсаңыздар, міндетті түрде сіздерде де ашылады. Сол себепті осы тәсілді міндетті түрде қолданып көріңіздер. Және де егер пайдасы тиіп жатқан болса, өз ойыңызды, өз алғысыңызды жаза кетсеңіздер, мен үшін үлкен мотивация болып саналады. Және де жаңа видеолардан құр қалмас үшін каналға тіркеліп, және достарыңызға да таратуды ұмытпаңыздар.